Бұл жерде файлға барамыз, новый проект таңдаймыз, PR200 аламыз. Одан кейін қараймыз, өзіміздің модификациямызды қараймыз. Менің реле бағдарламамның PR200-де 223 модификация, қорек 230 вольтқа 8 дискретті кіріс және 8 дискретті шығыс, 4 аналог бар екен менде, және 2 интерфейс RS485-ге ұстайды. Осыны таңдаймын. Мінекей, бізде бағдарламалау ортасы ашылды. Енді бұл жерде қарайтын болсақ, оң жағында функция, яғни логикалық функциялар, папкалар тұр. Мына жерде папкалардың ішінде бізде былай өзгерту болады. Функция және функциональный блок бар екен. Екі пап бар. Осы екі папның ішінде негізгі интерфейс инструменттер бар. Одан кейін жоғары жақта бізде симулятор бар. Блок комментарий бар. Өте көп функциялар. Алдағы уақытта таныстыра жатамыз. Мына жерде төменгі жағында бізде свойства схема дейді. Бұл жерде біздер экранның айтқан кезде көлемін өзгерте аламыз. Осылай көлемі және ұзындығын өзгерте аламыз, өзіміздің проекттің көлеміне байланысты. Бұл жерде бізде I1, I2, яғни Q1, Q2, мінекей 8 мынандай кіріс, шығыс. Бұл жерде қозғалту болады, орындарын. Оның арасынан байланыстыру үшін мышканың сол батырмасын басамыз, және мінекей кез келген шығысқа не істей аламыз? Жалғай алады екенбіз. Бір басамыз. Q3-ті, I3-ті жалғаймыз, мысалы I4-ке жалғау алады екен. Одан кейін жерде симулятор бар. Симуляторды басамыз. Симулятор басқаннан кейін симулятордың артықшылығы электр схемасын жинағаннан кейін қоспай алдын ала тексеріп алуға өте ыңғайлы. Бір басам. Бір басқан кезде менде, яғни I1-ге сигнал 220 вольт немесе 24 вольт электр тоғы сигнал түсетін болса, сигнал бізде 1 және 0 деп қарастырылады. Бұл жерде 1 дегеніміз, яғни напряжение бар деген сөз, 0 дегеніміз жоқ деген сөз. Бір басқан кезде напряжение I1-ге түседі кіріске, және Q1 байланыстырған Q1-ге несекен релейін қосады, Q1 деген релейін. I3 болса, осылай жалғай алады екенбіз. Жалғаған сызығымызды былай айтқан кезде өшіру үшін белгілейміз, одан кейін делеттен батырманы басып өшіре аламыз. Мына жерге функцияға кіреміз, папкасына логикалық функциямен танысамыз. Бұл жерде булевый алгебра дейді, солармен танысамыз. Бірінші и-мен танысамыз. Бұны алып шығу үшін біздер сол жақ мышканың батырмасын бір басамыз да, және ұстап тұрып ортаға шығарамыз. Осылай басып отырып шығарамыз. Одан кейін шығараны жібереміз. Жалғау үшін I1-ді аламыз, кез келген end дейді, end i деген сөз жалғай аламыз. Бұл қалай жұмыс жасайды? Егер де бізде I1 немесе I2 екеуінен қатар екеуінен бірдей кіріс болған жағдайда, сигнал болған кезде бізде не істейді? Q1-ге команда береді екен. Оны симулятормен тексеріп көрейік. Егер I1-ге сигнал түсетін болса, яғни Q1 қосылмады. Қосылу үшін екінші I2-ге де екеуінде бірдей логикалық 1 болу керек. Екеуінде 1 болған жағдайда, екеуінде end-да кірісте, шығыста ғана тек бір пайда болады. Егер екеуінде біреу жоғалып кететін болса, мысалы сигнал болмай қалатын болса, онда бізде Q1-де сигнал болмайды екен. Бұл end-ның жұмыс жасау тәсілі, осылай жұмыс жасайды. Енді или бізде басқа жұмыс жасайды. Егер бізде осылай шығып кететін болса, SQ батырмасын басып жоғалта аламыз. I4-ті
жалғаймын илеге міне мышканы сол жағына апаратын болса үстіне бізде мына жерде анықтамасы шығады, логическая функция или дейді мінекей. Бірінші мышканың бір батырмасын басамыз және Q2-ге жалғаймын. Симулятор қосып тексеремін. I3-тен сигнал түсетін болса 1 Q2 қосылады екен. I4-тен де түссе де Q2-ден қосылады екен. Екеуінен де қатарынан түсетін болса да бізде Q2 қосылады екен. Яғни бұл или I3-тен или I4-тен екеуінің біреуінен бір мәні түсетін болса сигнал, онда Q2 түседі екен. Ал енді бізде керісінше екеуіне қатар болу керек екен. Енді осы шағын жасаған бағдарламамызды реле бағдарламасынан құйып көрсетейін. Ол үшін бізге ең әуелі приборға барамыз. Енді настройка порта дейді. Настройка портаның портты байланыстырамыз. Бізде бана драйверді жүктеген мақсатымыз осыда. Диспетчер устройство қарайық. Диспетчер устройствода мінекей менде комайдықты контроль. Міне устройство USB. Менде байланыспаған екен. Мінекей ең бірінші реле программированияны қосып аламын, питание береміз, одан кейін бар yüzgeçін қосамыз. Мінекей менде PR200.com3 дейді мінекей. Менде яғни байланыс бар деген сөз. Енді настройка портаға барамыз. Бұл жерден біздер COM3 таңдаймыз. Бұл жерде Ethernet деп тұрса, онда последовательный порт таңдаймыз. Одан кейін бар қандай порт шығып тұр, соны таңдаймыз. Порт таңдаймыз. Одан кейін OK басамыз. Содан кейін бар бізде PR200-220 біздің байланысып тұр деген сөз. Одан кейін басқан кезде біз записать программа перебор басамыз. Немесе Ctrl F7 батырмасын басу арқылы жазуға да болады. Мінекей, енді жазған программамызды тексеріп көрейік. Бізде I1, I2-ге екеуіне менде мына батырма бірінші рет-ретімен жалған тұр менде. I1, I2, I3, I4 сигнал лампы менде бір Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 жалған тұр рет-ретімен. Солдан оңға қарай. Мен қазір бір батырма басамын, мінекей. Менде мына электр шамым жану керек. Қосылған жоқ. Екеуін қатар басқан кезде бар. Сөйтіп міне қосылады екен. Мінекей. Қосылып тұр. Енді I3, I4-ті басамын. Мінекей. I3-ті басқан кезде мінекей. I3-ті немесе I4-ті басқан кезде екеуінің қайсы біріне сигнал түседі, яғни 220 вольт қорек. Сол кезде менде реленің шығысы қосылады. Егер де видеоролик ұнап жатырса, каналға тіркеліп, лайк басып, видеоролик таратамыз. Сау болыңыздар. Келесі сабаққа дейін.